Бәріне сәлем, мен Политехникалық колледжін 1844 КБ студентімін. Біз 30 наурыздан 11 сәуірге дейін алгоритмдеу және бағдарламалау негіздері деген пәннен оқу тәжірибесін өттік. Тәжірибесін оқытушы Мұрсалим Балжан Оразбекқызы. Осы 2 апта бойы біз Visual Studio атты бағдарламада C# тілін негіздерін бастадық. Оларды консольдық қосымша арқылы тәжірибе түрінде орындап көрдік. Осы негіздері туралы біз қазір сізге түсіндіріп береміз. C# объектіге бағытталған бағдарламалау тілі. Ол 1998-2001 жылдар аралығында Microsoft компаниясында Андерс Хайлсбергтің басшылығымен бір топ инженерлермен Microsoft Framework платформасына қосымшаларды құрастырушы тіл ретінде жасалған. C# әлемдегі бағдарламалау тілінің ең танымал түрі болып келді. Жалпы C# тілі ол ойындар мен программалар құру үшін қолданылады. C# тіліне ұқсас тілдер. C# ұқсас синтаксисі бар тілдер отбасына жатады. Оның синтаксисі көріп тұрғаныңыздай, яғни C++ және Java-ға ең жақын болады. Мысалға, егер де сіз яғни C# тілін оқып, C# сізге ұнамай қалса, сіз оңай C++ немесе Java тіліне ауыса аласыз. C# тілінің нұсқалары. Жалпы C# тілінің ең бірінші нұсқасы, яғни C# 1.0. Ол 2002 жылы қаңтарда шыққан. Айнымалылар және де мәліметтер типі. Айнымалы дегеніміз белгілі бір атауы бар жадтың аймағы. Айнымалының атауы, типі және мәні болады. Мысалға, мына кодқа қарайтын болсақ, мен name атты айнымалы алдым. Ол айнымалының типі string, ал мәні tom. Мына код бойынша егер де консольді ашатын болсақ, консольдің бетіне осы айнымалы шығу қажет. Менің айнымалым шықты. Айнымалының қасиеті ол жұмыс барысында өзгере алады. Мысалға, егер де мен айнымалға қайта бір мән беретін болсам, оның соңғы мәні өзгереді. Менің бірінші мәні, екінші мәні өзгерді. Жалпы айнымалылар жайлы түсінік осы. Мәліметтер типі. Мәліметтер типі бірнеше түрге бөлінеді. Олардың ішінде логикалық, бүтін және өзгермелі нүктелі. Мәліметтер типінің өзара айырмашылығы олардың өңделу уақытысында және символдық қорында. Мысалы, мына кодта мен integer типін қолдандым, ол бүтін типке жатады. Міне 3 айнымалы, әрқайсысы integer типі және де үшеуінің мәні. C-ның мәні A мен B-ның бөлінісіне тең болады. Егер де консольді қосатын болсақ, біз C-ның мәні шығады. C-ның мәні 2 деп шықты. 2 деп шыққан себебі integer тек қана бүтін сандарды қарастырады. Ал егер одан нақтырақ сан қажет болатын болса, double немесе floatты қолданған дұрыс. Double деп қоятын болса, консольдағы мән өзгереді. Одан да нақтырақ санға айналды. Жалпы осы мәліметтер типі жайлы түсінік осы. Операторлар. Ең алғашқы оператор бұл шарттық оператор. Ол if-else функциялары арқылы жұмыс істейді. Яғни белгілі айнымалы қолдап, if функциясын жазып, ішіне белгілі бір шарт жаздық. Шарт орындалса, бізде белгілі бір жұмыс жасады. Не бір консольға шығарады. Ал егер else операциясын жазып, функциясын жазып, егер осы шарт орындалмаса, онда A санын консольға шығарады. Консоль екінші екі санын шығып тұр, өйткені бізде шарт орындалып. Келесі оператор бізде тернарлық оператор. Тернарлық оператор ол шарттық оператор сияқты жұмыс істейді, бірақ осы тернарлық операторларда сұрақ белгісі және екі нүкте болады if-else-ның орнында. Яғни белгілі бір шарт қойылады, егер шарт орындалса A консольға шығарады, егер шарт орындалмай қалса, онда B консольға шығарылады. Бізде консольға 2 шығып тұр, өйткені бізде шарт орындалған жоқ. Келесі оператор ол бізде малозначный оператор, яғни switch case операторы. Бұл жерде белгілі бір айнымалы қолдан switch жазып ішіне айнымалы жазылды. Егер консольға біз
бір санын жазсақ, бізде бірінші кейс орындалады да, ол 1 деген жазуды шығарады. Егер біз консольға 2 жазсақ, екінші кейс орындалады, ол 2 деген сөзді консольға шығарылады. Ал егер 3-4 келі кез келген сан жазып кетсе, онда ол дефолт функциясы орындалып, белгілі неправильный значение алады. Әр осы кейстағы break функциясын жазып тұру керек. Яғни кез келген сан жазамыз, мысалы 2 деген сөзді шығарады, екінші кейстен орындалады. Ал егер 4-5 сан жазса, онда вывели неправильное значение консольда пайда болады. Циклдармен жұмыс істеңіз, яғни for циклы туралы айтып кететін болсақ, for циклы ең қалар қосқан кезде, яғни for өзі жазылады, содан кейін яғни стоп бар болады. For'ның ішінде ең бірінші біз яғни санның типін жазып кетуіміз керек. Мысалы integer болса, яғни тип сен нөлге алатын болсақ, одан кейін кіші мысалы 6-дан және әр қадам сайын бір мән қосып отыратын болсақ, онда яғни бұл біздің берілген басталатын мәні 0, мынау соңғы мән яғни 6 ұзындығы, мынау яғни әр қадам сайын бір мән қосып отыратын көрсететін болады. Және де оны яғни консольға шығару үшін writeline коды керек, және оның ішіне біз яғни мәнін бере аламыз. Және ретке консоль жабылмас үшін нәтижесінде яғни 0-ден 5-ге дейін сандарының жүргені шығады. Яғни не себептен 0-ге 5-ге дейін, себебі 6 болғандықтан, яғни 0-ден басталады, 0-ге индекс қосылады, яғни 0-ден 5-ге дейін 6 сан деп айта аламыз. Атауы бойынша жүгінуге тұратын бір типтің бір жиын атайды. Яғни ол тек бір типтен тұратын, мысалы int, string, char, integer басқалары. Белгілеу үшін 4 жақша қолданады. Яғни тип, 4 жақша, массивтің аты, new және осы жақша 4 жақшаның ішіне қанша элементтен тұратынын жазамыз. Оларға жүгіну үшін массивтің аты және 4 жақшалардың ішіне оның нөмірін жазамыз. Мысалға 0 дегеніміз ол бірінші элемент, оны 5-ке теңестік, екінші элемент 6 және солай. Кейін оған for циклын қосып шарт береміз. Және ең соңында барлығын консольға шығарамыз. Ол осылай барлық элементтерді оқиды. Келесі for-ның орнына біз тағы да for each циклын қолдансақ болады. Ол цикл for-ға қарағанда оңайырақ, өйткені for each-ның ішіне біз белгілі бір шарт қоймай, тек қана айнымалы құрып, қай массивті оқитынын жазамыз. Яғни for each int b айнымалысын құрып, оны in a-ны оқитынын жаздық. Яғни бұл жерде және консольға шығарамыз. Консольда осы for each-ның арқасында белгілі бір сандар оқылады. Жалпы функция дегеніміз ол бағдарламалау жасаған кезінде есеп шешуге көмектеседі. Ол бағдарламалау кезінде қайта жазудың орнына қолданылады да бағдарламаның көлемін азайтуға мүмкіндік береді. C# функцияларын әдістер деп те атауға болады. Осы екі ұғымның арасында айырмашылық өте аз.
Функция мәнді қайтаруы немесе қайтармауы мүмкін. Егер функция мысалы бүтін санды қайтарса, онда int түрін көрсету керек. Ал егер функция мәнді қайтармаса, онда void түрін қоямыз. Жалпы, бұл функциямыз немесе әдісіміз негізгі болып табылады. Ол әдіс атауынан және жақша ішіндегі аргументтердің немесе параметрлерде тұруы мүмкін. Сондай-ақ біз қосымша функциямызды немесе әдісімізді қолдануымыз мүмкін. Міне біз қосымша жаңа әдісті тердік. Әдістің атауы бар және жақша ішінде аргументтерді жазуға болады. Бірақ бұл әдіс оқылу үшін біз негізгі функцияда write hello деген атты әдіс атауын негізгі жақта жазуымыз керек. Сонда ғана бізде осы бағдарлама жүзеге асырылады және көрсетіледі. Оны тексеріп көрейік. Міне бізде жазылған терген сөзіміз дұрыстап шықты. C# тілінде жол дегеніміз бұл мәтін түрі бар string типінің объектісі. Бағдарламаның ішінде мәтін оқылуға арналған шарт нысандарын тапсырыс берілген жиынтығы ретінде сақталады. Осы C# тілінде жолының соңында бос таңбалар жоқ, сондықтан да C# тілінде жолда енгізілген нөлдік таңбаларын кестеген саны болуы мүмкін. Осы жолдың ұзындық қасиеті char нысандарының санына сәйкес келеді, бірақ Unicode таңбаларының санына сәйкес келмейді. Жолдағы жеке Unicode кодының нүктелерінде қол жеткізу үшін string info нысанын қолдануға болады. Мысалға, бір мысал келтіріп көрейік. Ең бірінші string типі жазылып, одан кейін hello символы теріледі, тең hello вот, привет, мир. Келесі жолға console.whiteline Russian files hello символы жазылып, точка қойылады. Осы жерде екі сөз таңдау болады, to lower немесе to up. Мысалға to lower. Ол яғни әріптерде кішкентай сөзбен жазылады. Ал келесі ол to up. Ол яғни әріптерді үлкен әріппен жазылады. Келесі console.readkey F5 батырмасын басамыз. Код тұрғандай, ең бірінші жолда hello world кішкентай әріппен жазылды, ал екінші жолда үлкен әріппен жазылды. Привет, мир. Балалар, қалдарың қалай? Жақсы өзіңіз. Жақсы. Бүгін енді біздің 2 апталық жұмыстардың қорытындысы, 2 апталық біздің бұл деген негізгі практика бізде 4 апта жүреді ғой. Бұл бастапқы 2 аптасын сендер осы тамамдадыңдар. Енді қалған 2 аптасын майдың 25-нен бастап өтетін боламыз, ары қарай жалғастырамыз. Осы C# бағдарламасы одан ары қарай жалғасатын болады. C# дегеніміз не? Ол бағдарламалау тілі. Яғни белгілі бір код бірдеңе жазатын болса C# яғни. Ондай болу керек, сондықтан C# қолдануға болады. Массив дегеніміз не? Айнымалылардың жиынтығы. Бірнеше айнымалылардың жиынтығы. Бірнеше айнымалы берілетін. Бір типті мәндердің жиынтығы көтересіздер. Жарайды, жақсы. Жолдарды жақсы үйреніпсіздер. Сіздерде қиындық тек қана массивтармен,
Енді біз ары қарай жалғасады. Біз әлі бұл есептердің барлығын енді формада, формаларды өтеміз. Формаларда осы уақытқа дейін егер де есептер сіздер консольда шығарсаңдар, енді формада жасайсыздар. Сол кезде осы тақырыптардың барлығын тағы да бір қайталап өтеміз, бірақ уже формада қоюға. Онда уже кнопкалармен, батырмалармен жұмыс жасайтын боласыздар.